1973 жыл. Қыстың қақаған суығы. Далада ысқырық жел. Үпірсең ауыздан шығар-шықпас ауа қатып қалатындай аязды уақыт. Сол кездерді айтсаңызшы, қысы қыс дейтіндей, жазы жаз дейтіндей-ақ еді. Сол уақытта жұртпен қатар Аймырзаевтар отбасы өмір сүріп жүрді. Толғағы желтоқсанның 3-ші осы бір жұлдызында жас болғанша ғана өмірге айдай сұлу қыз, көркіне қауым жұрт тамсанған сүйкімді қызды дүниеге алып келді. Ермек пен Айсұлудың қуанышында шек жоқ. Алғаш рет ата-ана атанды. Тұңғыш қыздарының есімін өздері жақсы ниетпен жақсы, ақылды қыз болып өссін деп Дана деп қойды. Тілегендеріндей-ақ Дана қыз ақылды, тәрбиелі, кішіпейіл, әрі көп сөйлемейтін, тұйық, қой аузынан шөп алмастай момын болып бойжетті. Анасы бір конторда аспазшы болып, ал жолдасы болса инженер болып жұмыс атқарып жүрді. Дананың ізінен 2 ұл, 3 сіңілісі дүниеге келді. Айсұлу жұмыстан шаршап келетін, әрі балдардың тамағы бар, жұмыс, жолдасының көңілі шығу тағы бар, үй тіршілігі, мұның бәрі оған оңайға соқпады. Оны көріп қынжылып жүрген Дана бауырларына бас-көз болайын деп, оларға кішкентайынан жақсы тәрбие беріп, мектепке барар уақыт болмаса да, оларға әріп үйретті. Бірақ бауырлары оған ұқсап барлығын бірден алып кетпеді. Сонда да ол тырысып бақты. Бір күндері Дана егіз сіңілдерін ертіп мектепке апарды. Ұстазына: «Ұстаз, менің сіңілдерімді уақыты болмаса да мектепке қабылдаңызшы, сөз беремін. Олар озат оқитын болады. Мен өзім көмектесемін. Олардың ақылды, білімді болып өскенін қалаймын». Ұстазы әуелі қыздардың ынтасын бақылап, әлден кішкене болса да оқуға құлшыныстарын барын біліп, бір жағы Дананың өте ақылды, инабатты, айтқанында тұратын қыз екенін көріп, біліп жүргендіктен оларды мектепке ерте қабылдады. Осылайша Дана өз өмірін баяндауды бастады. «Менің көршілерімнің көбі орыс болатын. Мен оларға қатты қызығып қарайтынмын. Орыс тіліне деген ынтам болды. Бірақ анам орыс тілін білмейтін. Әкем болса жұмыс деп таңертең кетіп, түн ортасында келіп жүрді. Бізге көңіл бөлмейді. Мен сонда да достарыммен барынша орыс тілін үйренуге тырысып жүрдім. Бос уақытым болса, оны кітап оқумен, есептерді шығарумен өткіздім. Мектепте ең үздік оқушы болдым.